әйелімнің қыздай әпкесі. 25 жастамын, әйелім және кішкентай қызым бар. Бұл оқиға өткен аптада ғана болды. Әйелімнің әпкесі бар. Бойшаң келген сұлу, жасы 28-де, әйелім одан 6 жасқа кіші. Өткен аптаның демалыс күндері әйелімнің әпкесінің күйеуі, яғни бажам, вахтаға кетті 15 күнге. Сол күні әпкесінің үйінде газ бітіп маған звондап шақырды. Барсам, тек іш киіммен, басында орамалымен, лифчиксіз киген, аппақ денесіне жабысқан майкасымен менің алдымда майысып тұр. Мен өз көзіме өзім сене алмадым. Бұл тұрысыңыз не деп сұрап едім. Ештеңе етпес, өзіміздің адамымызсың ғой деп жауап берді. Сөйтіп газ баллондары тұрған жақ, тіл қатпастан тез барып, баллонды шешіп бастап едім. Әпкесі керек емес, күйеуім кетерде барлығын істеп кеткенін айтты. Мен сонда не үшін шақырдыңыз деп сұрадым. Сенімен сөйлесуім керек деп айтты. Ас бөлмеге бар, қазір киініп келемін деді. Балаларыңыз қайда деп сұрап едім. Әжесінің үйінде қонуға кетті деп жауап берді. Күтіп отырғаныма 1-2 минут қана кетті. Киінгені жұқа колготки ғана, аппақ іш киімі көрініп тұр. Әйелімнің әпкесі сұлу, бойшаң келген, артық салмағы жоқ, денесі мүсіндей тегіс, аяқтары ұзын, сандары арықта емес, семізде емес, идеал болатын, көтені шығып домаланып келген, қарасаң көз ала алмайсың. Вообще, әйелімді сіккен кезде үнемі оның әпкесін елестетін едім. Стөлдің екінші шетіне отырып, менен төсек қатынасы кезінде ұнататын заттарды сұрастыра бастады. Білгісі келгенін біліп алып залға барайық деді. Негізі не үшін бара жатқанымызды түсінгендей болдым. Сөйтіп диванның үстінен жайғаса отырдық. Ол маған бажамның кемшіліктерін айта бастады. Түнде 2 минуттан артық жұмыс істемейтінін айтып жылады. Әйелдің бақытының 50 төсектен деп менен көмек сұрады. Мен бажамның әйелін жұбатып отырғанда, ол менің мүше жағыма қолын созып ұстай бастады. Содан кейін үстіме шығып отырып, ернімнен сүйе бастады. Менің жүрегім кеудемнен атып шыға жаздады. Қорыққаннан емес, бақыттан. Сөйтіп мен 2 қолыммен оның көтін колготкинің сыртынан ұстап мыжғылап бастадым. Bir кезде ол алдыма 2 аяғымен тұрып бетіме отырғанын қалайтынын білдірді. Мен қарсылық білдірмедім. Мен оған мені қалай пайдаланғың келсе солай пайдалануын сұрадым. Ол рахатқа толығымен беріліп, бетіме шешінбестен отырды. Амы жуылмаған түрсі иісі мұрнымды жара жаздады. Колготкинің сыртына дейін шырыны ағып қосып кеткен екен. Бақыттан басым айналып диванға ұзыннан құлап қалдым. Ол менің бетіме үлкен көтімен отырып секіріп, мұрныма амын үйкеп ыңқылдай бастады. Түрсі мен колготкин шешпесе де шырыны бетіме ағып жатты. Сөйтіп мен оны диванға құлатып жатқызып, аяқтарын сүйе бастадым. Аяқтарының иісі сасып кеткен. Шуашының иісі мұрнымды тесіп жібере жаздады. Ол иістен сілекейім аузыма сыймай ағып. Қотағым шалбарымды жыртатындай болып тұрды. Ты такая грязная шлюха деп айтып қалып едім. Мені аямай сікші деп айғалап жіберді. Сөйтіп аяғын жалап болған соң, оның колготкиін жырттымда түрсиіне тіліммен жабыса кеттім. Апақ түрсиінің суланғаны соншалық сарғайып кетіпті. Қанбай жүргеніне 2 жылдай болғаны рас екен. Сөйтіп түрсиін жылжытып қойы, жүн амын жалай бастадым. Амына тілім сыйғанша тықтым. Барлық шырынын жалап бола бергенім сол еді. Бетіме сиіп, скверт жіберді. Ол уже бір қанғанын айтып маған диванға жатуымды сұрады. Сөйтіп менің бетіме теріс қарап отырып, қотағымды алып шығып сора бастады. Мен түс көріп жатқандай күйде болдым. Ол сорғанда қотағымнан жаныммен бірге сорып жатқандай сезіндім. Десе де мен де оның амын жалауды тоқтатпадым. Ол мені секстан бас тартатын шығар деп ойлап жуынбаған болса керек, көті сасып тұрды. Неге екенін білмеймін, әйелдердің осындай иістері бақыттың басымды айналдырып жібереді. Сөйтіп сол иістен бола мен оның аузын спермамен толатырып тастадым. Ол бірде бір тамшысын түсірместен сорып алды. Кейін диванның жастығының астынан мүше қапты алып шығып, менің қотағыма аузымен кигізіп, қотағыма амын ашып тұрып отырды да секіре бастады. Ол менің қотағым сынғанша аямай сікті. Ол маған канчаю деп айғалап жіберіп дірілдеп отырып қалды. Сосын мен оны жерге жатқызып тұрып, мүше қапты шешіп тастап, амына қотағымды тығып қалдыма. Амы деген оттан да ыстық болып қайнап кетіпті. Аямай сіге бастадым. Сөйтіп